Сәлеметсіздер, құрметті оқырмандар. 2023 жылдың 31 желтоқсанға дейін балаңызды егов порталына тіркемесеңіз, балаңыздың счетына ақша түспейді деген шындыққа жанаспайды. Себебі, бірыңғай жинақтық зейнетақы қоры 18 жасқа дейінгі балалардың тізімін егов порталынан емес мемлекеттік базадан алады. Бұл бағдарламаның қатысушысы болу үшін біріншіден Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, екіншіден ЖСН болу керек, үшіншіден 2024 жылы 1 қаңтарда 18 жасқа толмаған болуы керек. Ал 18 жасқа толмаған болып 2024 жылы қатысқан болса, бағдарламаға 1 жыл қатысқан болып саналады. Толық 1 жылдық белгіленген сумманы алады. 18 жасқа толған азамат ешқайда шықпай портал арқылы өтініш бере алады. Ақшаны екі мақсатта ғана пайдалана алады. Біріншісі баспана алуға, екіншісі білім жетілдіруге. Ал егов порталындағы жеке кабинетке тіркелмеген балаларды тіркеудегі негізгі мақсат ата-аналардың балаларын бағдарламаға қатысып жатқандығын бақылау. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.